Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірлі жақсылар, мінекей мен өткен сенбіде барып, барахолкадан осындай үстел теннисінің ракеткасын сатып алдым. Негізі ол жерде таңдау 4-5 ракетка тұрды. Жеке осылай, жеке сатылатын. Бағасы әртүрлі 3000-нан бастап 4,5-ға дейін тұрды. Мынау 4000 болды, шамасы 4,5. Негізі бұл теннис ракеткалары былай сапалылары кәдімгідей 22.000-нан жоғары тұрады ғой. $500 тұратындары бар кейбіреулер. Мен мықты олар, енді кәсібилер ғой. Сонымен әркімге ракетка беріш деп жүрмей, өзім бір ракетка ұстайын деп осылай ракетка сатып алдым. Сіздерге осыны көрсетуді жөн көрдім. Мінекей ракетка. Танымал брендтер сияқты аты да жоқ, 729 дейма, Friendship деп тұр. C деп тұр. Қазір енді бұны ашамыз. Қазір. Мінекей. Мінекей алынады шамасы. Аямай жапсып. Бұл ракетканың да түр-түрі болады екен. Қолға ыңғайлысы, жылдамдықты асыратын, жаңағы допты айналдырып ұруғанға ыңғайлы деген сияқты. Біз енді көріп атқан не ғой бұл? Спорт түрі дегеннен кейін аса бір ондай қатты мән беріп атқан жоқпыз. Мінекей мына жақ қара жағы. Мына жақ қызыл жақ. Мынау да бір мағынаға ие шығар, 3 жұлдыз деген. 3 жұлдызды, 4 жұлдыз, 5 жұлдызды қонақ үй дейді ғой, сол сияқты. Ұстағанға ыңғайлы екен. Мына жерде 729 спорт деп тұр. Атау осы шығар енді. Енді осы жаңа ракеткамен ойнаған ойындарды видео қылып саламын YouTube'да. Тіркеліп арнама. Сосын пікірлеріңізді жазыңыздар. Мүмкін араларыңызда осы үстел теннисімен кәсіби түрде айналысатындар бар шығар. Ақыл кеңестер бар шығар. Сіздер қалай бастап едіңіздер? Үстел теннисін ойнайсыздар ма жалпы? Ол жай не ойлайсыздар жалпы үстел теннис жайлы? Сіздерден пікір күтеміз. Мінекей осындай. Қимыл қозғалыс үшін қазіргі қаладағы қозғалыс аз. Жаңа компьютердің алдында көп отыратын жұмысқа кішкене қозғалыс енгізейін дегендегі мақсат осындай 4,5 мың теңгелік инвестиция дейміз бе? Жақсы. Достар, қадірлі жандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бас Аллах тағала баршаңызға зор денсаулық берсін.